Елімізде 2022 жылдың 15 сәуірінен бастап, яғни бүгіннен бастап, жеке тұлғалардың банк шотына аударымдарын мемлекет тексере бастайды. Нақты кімдерге салық салынады, қарапайым халық зардап шекпей ме? Анығын айтайық. Мемлекеттік кірістер комитеті жеке тұлғалардың банк шоттары арасындағы мобильді ақша аударымдарына мониторинг жүргізеді. Енді бір адамның банк шотына 3 айдың ішінде 100 және одан да көп адамның атынан ақша аударылған болса, бұл кәсіпкерлік қызметтен пайда табу болып есептеледі. Мұқият тыңдап алыңыз, 3 айда 100 аударым емес, 100 адамның атынан аударым болса ғана тексеріледі. Яғни, сіздің шотыңызға 3 айдың ішінде 500 рет аударым жасалды делік, бірақ оны 500 түрлі адам жіберген жоқ. Мәселен, бір адам сіздің шотыңызға 3 айда 100 рет аударым жіберді. Ол 100 адам емес, бір адам болып есептеледі. Әдетте қарапайым адамның шотына 3 айдың ішінде 100 түрлі адам ақша аудара бермейді. Тек жасырын бизнес жасап жүрген адамдарға ғана тұтынушылары көптеп ақша аударады. Міне, осылар ғана кәсіпкер ретінде танылып, салық төлеу міндеттеледі. Сіз 3 ай түгілі 1 айдың ішінде басқа біреулерге 300-400 рет аударым жасауыңыз мүмкін. Яғни тамақ аласыз, киім аласыз, тапсырыс бересіз, таксиге төлейсіз, тағысын тағы. Мұндай жағдайда сізге ешқандай тексеріс жасалмайды, өйткені сіз табыс тауып жатқан жоқсыз, керісінше шығындалып жатырсыз. Сізді кәсіпкер ретінде тануға ешқандай себеп жоқ. Ал таксистер расымен тығырыққа тірелді, өйткені олардың есеп шотына 3 айда емес, күніне жүздеген адам аударым жасайды. Яғни таксиге мінген жолаушылар олардың есеп шотына жол ақысын аударады. Ал таксистердің бәрі ресми тіркелмеген, сондықтан мемлекет енді олардың соңына түседі. Бұл жаңалықтан соң таксистер онлайн төлемді қабылдамайтыны анық, сондықтан қалтаңызға қолма-қол ақша салып жүріңіз. Бұл жаңалықтан соң кәсіпкерлер онлайн төлемді қасақана қабылдамауы мүмкін. Яғни сіз дүкенге бардыңыз, тауарды алғасын телефонмен аударым жасағыңыз келеді, ал сатушы оны қабылдамай қолма-қол төлеуді талап етеді. Өйткені ол табысын үкіметке көрсеткісі келмейді. Ол табыс көлемін жасырып, салықтан жалтарып жүр. Сол себепті әдейі онлайн қабылдамауы мүмкін. Егер қабылдамаса, QR қосымшасы арқылы төлеуге болады. Сіз бұл әдісті сатушыдан талап ете аласыз, өйткені QR қосымшасымен төлеп чек ала аласыз. Тоқетерін айтқанда, бұл өзгеріс тиын тебенмен күн көріп жүрген қарапайым халыққа ауырлық түсірмейді. Тек заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып жүрген адамдарға, таксистерге және табысын жасырып жүрген кәсіпкерлерге арналған әдіс.